Болашағың жарқын болсын. Нұр Отан партиясы былтыр қолға алған бақытты балалық жобасын жалғастырды. Еліне елеулі, халқына қалаулы азамат атансын деген тілекпен ата-ана қамқорлығынсыз қалған сәбилердің тұсауын облыстық мәслихаттың депутаттары мен өңірге танымал кәсіпкерлер кесті. Бүгін үміт сәбилер үйінде ерекше мереке. Енді ғана аяғына тұрып, тәй-тәй басқан балапандардың тұсауын кесу рәсімі ұйымдастырылды. Еліне елеулі, халқына қалаулы болсын деген тілекпен бүлдіршіндердің күрмеуін депутаттар мен белгілі бизнесмендер шешті. Сөздің шыны керек, әр адамның парызы баласын бақытты қылуға. Енді жағдай осындай болғасын, біз хотя бы кішкене болса да қолымыздың шетін тигізу керек. Бала болғасын, бала бақытты болу керек. Бала бесік тойын көру керек, тұсау кесуін керек. Мына бүгінгі шара ең бірінші, мына баладар бақытты сезсін, бақытты екенін сезсін деген бізге бұл үлкен парыз. Бақытты балалық жобасын билік партиясы осымен екінші мәрте ұйымдастырып отыр. Мақсат балалар үйлеріндегі жаудыр көздердің проблемаларына қоғамның назарын аудару, жетім балаларды асырап алуды насихаттау болып табылады. Алғадағы балалар үйінде қойын-қолтық жұмыс істеп жатырмыз. Ертең осы мерекенің қарсаңында ол балалар үйіне барамыз. Негізгі қазіргі біздің замани ағымға байланысты әрбір сәбидің өзінің отбасы болу керек. Сондықтан мынау үкіметтік үйде балдарды топтап, жинап, тәрбиелеу ол өзі ертеңгінің шаруасы. Қазір әр бала өзінің ата-ананың алақанын, әкенің қамқорлығын сезіну керек, отбасында болу деген мақсат. Үміт сәбилер үйінде қазір 70-ке жуық бүлдіршін бар. Олардың тең жартысы уақытша тәрбиеленсе, жартысы бұғанасы қатпай жатып, тірі жетім атанғандар. Тәрбиешілердің айтуынша тастанды сәбилердің саны жыл сайын азайып келеді. Мәселен, осыдан 2 жыл бұрын сәбилер үйінде 130-ға жуық бала болса, қазір олардың саны 2 есеге дейін төмендеген. Патологиялық аурулармен туған балалар жетімдер санын арттыруда. Сырқат балаларды асырап алуға да ешкім құлық танытпайтын көрінеді. Ауру балдарды біз жаңағы ұсынамыз. Бірақ деген барлық жаңағы талапкерлерде жаңағы асырап алу адамдарда талаптары дені сау бала. Бірақ деген әр баланың өзінің несі бар, жаңағы құқығы бар. Отбасында тәрбиелену үшін сол себептерден біз ауру балдарды да ұсынамыз. Қазіргі таңда Қазақстанда ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жетім балалардың саны 33 мыңнан асады. Олардың шамамен 20% тұл жетімдер. Балаға жетіспейтін қамқорлықты тек отбасы ғана бере алады. Бірақ Қазақстанда бала асырап алу нашар дамыған. Негізгі себеп асырап алу мен қамқорлыққа алу мәселесіне қоғамның түсініксіздікпен қарауы, халықтың өмір сүру деңгейінің төмендігі, бала асырап алған отбасыларға көрсетілетін қолдаудың жеткіліксіздігі дейді мамандар. Жақсыбек Кемал, Гүлдана Абайқызы, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.